Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді және де жұмсақ болып пісетін жидекті кекс әзірлейміз. Осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Бізге қажетті ингредиенттер: 2 дана жұмыртқа, 180 грамм шекер, ванилин, 200 грамм қатық, 100 мл өсімдік майы, 300 грамм ұн, 2 шай қасық қопсытқыш, 200 грамм қызыл қарақат. Мискаға жұмыртқаларды салып, үстіне шекерді, ванилинді қосып, ақ көпіршік болғанша миксерлейміз. Үстіне қатықты өсімдік майын құйып, тағы миксермен шайқап аламыз. Ұнды, қопсытқышты қосып, біркелкі масса болғанша миксермен араластырамыз. Формаға пергамент қағазын салып, үстіне дайын болған массамызды құямыз. Бетіне қалаған жидектеріңізді салсаңыздар болады. Менде қызыл қарақат жидегі алдын ала қыздырылған 180 градус пеште 35-40 минутта пісіріп аламыз. Кекстің піскендігін ағаш шпажкамен тексереміз. Кекске батырғанда құрғақ болуы қажет. Біздің өте дәмді болып шығатын және тез дайындалатын жидекті кексіміз дайын болды. Бетіне қант ұнтағын сеуіп, кішкене суытып, дастарханға қоя берсеңіздер болады. Ас болсын. Осы рецептпен сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің арнамның жаңа рецепттерін жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Келесі кездескенше.